Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басып, жақындарыңызбен немесе достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сүйгеніммен қосылып тұрмысқа шықтым. Бірақ қанша жыл өтсе де, енемнің көңілінен шыға алмадым. Жолдасым да анасының сөзін сөйлеп қол көтере бастады. Бұл зорлыққа шыдамай, үйден кетіп қалдым. Баратын туысым да жоқ. Ақтөбелік 3 баланың анасы Әйгерім осылай деп әңгімесін бастады. Зорлық-зомбылық пен қорлау құрбаны болып жүрген әйелдердің бар айтар әңгімесі де осы. Барар жер, басар тауы қалмаған әйелді бүгінде Ақтөбедегі зорлық-зомбылық көрген әйелдерге пана болатын үй тұрмыстық зорлық құрбандары орталығы өз қамқорлығына алды. Осындай қайғылы оқиғалардың алдын алып басына іс түскен әйелдерге тығырықтан шығар жол табуға көмектесіп жүрген орталықта бүгінде 6 әйел бар. 6 жыл бұрын Әйгерім өз ықтиярымен сүйген жігітіне ұзатылған. Өзі жаңағы Алға ауданының тұрғыны екен. 27 жасар жас келіншекті жастайынан әкесі анасын жоқтатпай бағып өсірген. Салт дәстүрге сай ақ батасын беріп ұядан ұшырған. Жаңа үйге келін болып түскен Әйгерім күн сайын тірлігін тыңғылықты атқарып қосымша мектепте еңбек етті. Бір жылда араға салып Әйгерім мен оның жолдасы арасында үлкен ұлы дүниеге келді. Бүгінде ол 5 жаста. Кейін егіз дүниеге келді. Бірақ осы жақсы дүниелер арасында неше түрлі зорлықты көрген біздің кейіпкеріміз өткенді көзіне жас алып еске түсіреді. Жалпы бұрынғы заманнан ене мен келін арасында бітіспес дау бар дегенді еститінмін. Бірақ өзім оған сенбейтінмін. Әкем әркез ақылын айтып, жақсы енені жаман келін жер қылады, жақсы келін жаман енені ел қылады дейтін. Не істесем де жақпадым, жетімсің деп бетімнен басатын дейді ол. Әйгерімнің айтуынша енесі баласын қызғанып, келініне күн көрсетпей, тіпті кейде қол жұмсайтын да жағдайлар орын алған. Расында да осындай енелердің кесірінен талай шаңырақтың ортасы ойрандалғанын да көрген жайымыз болған. Қарап отырсақ, келін сенің ұрпағыңның ізін жалғастырушы, осы әулеттің ардақты анасы, тәрбиелі қыз өнегесіз ененің қолына келін болып түссе, келсап болып шығады дейтін қағида кейде рас болып шығады. Күндердің бір күнінде маған енем, сен менің балама лайық емессің, неменеге соны түсінбейсің, қайт еліңе, балаларды тастап кет, оларды тастамасаң өлтіремін деп те айтқан. Бірақ соған да шыдап балаларым үшін сабырлы болатынмын деді көзіне жас алып Әйгерім. Ене мен келін арасындағы жанжалдың туылуына тағы бір себеп болған оқиға ол ақша мәселесі. Көбіне ол келіннің табысын соңғы тиынына дейін санап алып, тартып алатын. Тіпті өз ұлына Әйгерімді жамандап ұрғызатын. Қол көтерді, соны көріп енем мәз болды. Сосын тағы да мені адам ретінде қабылдамайтын болды. Кетіп қалдым. Әкеме қайтып бара алмадым. Елден ұят, құрбымның үйінде бірнеше ай қонып осы жер туралы естіп қалдым. Жағдайымды түсіндіргеннен кейін осында қабылдады. Қазір шүкір жұмыс қарастырып жатырмын деді. Бүгін таңда Әйгерім 3 баласымен бірге жаңа өмір бастамақшы. Ол жұмыс орнын тапқаннан кейін пәтер жалдап, орталықтан кетемін дейді. Бар мақсаты артта қалған енесі мен жолдасына өзі мықты етіп көрсетіп, балаларының жағдайын дұрыстау болатын. Мен кетіп бара жатқанымда екеуі маған, сен біз болмасақ өлесің, жезөкше болып кетесің, күн көре алмайсың деді. Сол қатты намысыма тиді. Мен оларға өзімнің мықты екенімді дәлелдеуім қажет. Сол үшін барлық жағдайды қарастырып жатырмын. Орталықтың ұжымына алғысым шексіз. Алла разы болсын, дейді жас анамыз. Орталық қызметкерлерінің айтуынша, мұндай жағдайлар өңірімізде өте көп орын алады екен. Бірі бұл жерге келуге намыстанса, бірі білмейді екен. Қазіргі заманауи дамыған қоғамда тұратынымызға қарамастан, отбасылардағы тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайлары өте жиі кездеседі. Көбінесе адамдар бұл туралы ашық айтпайды.
Қазақстан Республикасының Конституциясында адамның қадір-қасиетіне қол соғылмайды. Әркімнің ар-намысы мен абыройы атының қорғалуына құқығы бар деп анық жазылған. Сондықтан әйелдер біздің мекемеміз жайында білсе, оларға